Қайырлы күн, қымбатты телекөрермендер. Бұл жобаның мақсаты елдің рухани дамуын арттыру үшін кітап оқитын қоғам қалыптастыру. Ұлттық құндылықтарымызды насихаттау арқылы балалар мен жастарды кітап оқуға баулу, ой өрістерін кеңейту. Осы орайда қаламыздағы облыстық Абай атындағы әмбебап кітапхана да өз үлесін қосып, осы бағдарламаға атсалысуда. Адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана дейді белгілі жазушы Әбіш Кекілбаев. Сіздерді бүгін мына бір ерекше кітаппен таныстырғым келеді. Қатал тағдыр тәлкегі деп аталатын деректі повестің авторы Айтекеш Толғанбайұлы, қазақтан шыққан тұңғыш кәсіби скрипкашы. Қазақтың маңдайына біткен үш алыбын дүниеге әкелген, кие қонып құт дарыған Шыңғыстайдай шежірелі өлкенің перзенті. Тобықты ішіндегі баршамызға аян Ырғызбай ұрпағынан. Нағашы жұртынан дарыған өнерден Айтекеште құралақан емес екен. Небәрі 10 жаста болса да, домбыра, гармон, мандолин, балалайка сияқты музыкалық аспаптарды еркін меңгерген. Сол кезде радиодан естіген скрипканың ғажайып үні өзін сиқырлап тастағандай әсер қалдырады. Алдағы уақыттағы мамандық таңдауына да жол ашқан скрипка екендігін автор кітабында айтады. Өзінде жоқ скрипканы қиялдап жүрген болашақ өнер иесінің өмірінде ғажайыбы да бар, қиын қыстауы да бар оқиға басталады. Ол қандай оқиға дейсіздер ғой? Бұл жағын сіздердің еншілеріңізге қалдырайын. Нағыз дарын иесінің тағдыры тауқыметке толы. Небәрі 18 жасында Ұлы Отан соғысына аттанып, талай жылын концлагерьде өткізеді. Неміс тұтқынында жүріп, скрипкада ойнау өнерімен жаудың жүрегін елжіретеді. Өнерде шекара жоқ дегенді дәлелдеп бергендей Бах, Моцарт, Бетховен шығармаларын аса шеберлікпен орындап, немістердің таңдайын қатырады. Көрер жарығы болар, Айтекештің құдіретті скрипкасы оның қиналған кездегі қорғаушысы, әрі көретін азабынан да құтқарушысы болды. Соғыстан соң отанға оралғанымен сатқын деп 10 жыл лагерге айдалды. Бірақ ол отанын сатқан жоқ. Туған халқына, еліне қарсы зиянды әрекеттерге барған жоқ. Азап пен қинаудың не бір адам төзбейтін қиындықтарын тарта жүріп, өмір үшін күресті. Қатал тағдыры айтылатын автордың өміріндегі басынан кешірген, өзі тірі куәгер болған қоғамның әділетсіздігін көрсететін айғақты деректер мен шындық осы шығармада баяндалған. Сұрапыл соғыста от кеше жүріп, өмір мен өлім тайталасында, жау тұтқынында бола отырып, ғажайып өнерін таныта білген, асқан дарын иесі біздің жерлесіміз Айтекеш Толғанбайұлының өмір дерегі сюжеті болған Қатал тағдыр тәлкегі кітабы оқырманның жүрегін тебірентпей қоймайтын шығарма. Автордың нақты өмірінің ең күрделі шым-шытырық оқиғаға толы қиын белестері тоғысқан шығарма оқырманын оқиға желісімен жетелеп баурап әкетеді. Өзіңді отты жылдар оқиғасының оқырманы емес, құтты бір осы деректі повестің кейіпкері сияқты күй кешесің. Қазақ сахарасының тумасы, үлкен өнер иесі Айтекеш Толғанбаевтың жазған тағдыр тауқыметі оқырманын толғандырмай қоймайтын туынды. Сіздерді автордың өз өмірін баяндаған Қатал тағдыр тәлкегі деректі повесін оқуға шақырамын.